Бастайын ба? Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз мемлекеттік стратегиялар және Қазақстан Республикасының даму бағдарламасы. Сабақтың мақсаты мемлекеттік стратегиялар мен бағдарламалардың мазмұнын зерттеу және Қазақстан Республикасы әлеуметтік экономикалық даму болашағын болжау. Балалар, сабақ бастамастан бұрын мен сіздерге мынандай сұрақ қойғым келеді. Стратегия дегеніміз не? Айым. Стратегия дегеніміз мемлекеттің міндетті ісін атқаруға және де мақсатына жетуге қамтамасыз ететін жоспарлар жиынтығы. Жақсы. Дұрыс айтасың. Балалар, сендер білесіңдер, біз 1991 жылы тәуелсіздігімізге қол жеткіздік. Осы тәуелсіздік жолында біздің халқымыздың алдында үлкен міндеттер тұрды, иә? Қаншама қиыншылықтарды бастан кешірдік. Сол қиыншылықтардың әрқарай жеңу барысында біздің мемлекетіміз 2030-2050 даму стратегиясын бастық қолға алды. Бұл әр кезеңде өзі халықтың алдында жоспарлы түрде бағдарлама ретінде жоспарлы түрде беріліп отырды. Оны сіздер білесіңдер, иә? Енді осы қазір біздің 2030 және 2050 даму стратегиясының әрқарай бағыт бағдарларын білу үшін мен сіздерге тапсырма беремін. Ол үшін бұл тапсырманы біз постер қорғау арқылы орындаймыз. Бірінші мәтін беріледі сіздерге 2030 даму стратегиясына мәтін беріледі. Осы мәтін бойынша жұмыс істейміз. Онымен қоса оқулықта 195 бетте тақырып жазылған, осы оқулық бойынша жұмыс жасаймыз. Постер қорғауда бірінші топқа сіздер 2030 даму стратегиясын мына фото суреттер арқылы айқындап айтып бересіздер. Ал сіздер өз ойларыңызды ортаға салып жазып плакатқа жазасыздар. Бастаймыз. Жазында қоясыңдар? Өздеріңіз жаңа фантазиялармен жазасыңдар. Сіздер жаңа фото бойынша осыны қорғайсыздар. Түсінікті ме тапсырмаңыздар? Жеті бағдарлама. Дайынбыз ба? Екі топ дайынбыз ба? Жақсы, онда бірінші топтың тапсырмасын тыңдайық. Бұл Қазақстан 2030 стратегиясы жалпы 1992 жылы жоспарланған. Және оның ең басты құру міндеті ол гүлденген мемлекеттердің қатарына қосылу болатын. Және бұның 7 бағыты бар. Оның бірінші бағыты ол ұлттық қауіпсіздік. Аумақтық тұтастықты толықтай сақтай отырып, еліміздің тәуелсіздік мемлекет ретінде дамуы. Екіншісі ішкі саяси тұрақтылық. Бірлік қоғам мен мемлекеттің одан әрі даму үстіндегі кепілі. Үшінші, шетелдік инвестициялардың жоғары деңгейі. Мемлекеттің белсенділігін сақтай отырып, оның экономикаға араласуын шектеу. Төртінші бағыт Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулық және білім мен әл-ауқаты, яғни жаңағы жеке бас гигиенаны ұстау және де ауруды алдын алу және де жаңағы тазалық ережелеріне адамдарды бағу керек. Тұрақты экономикалық қор деп, оның газбен және мұнайдың шектеу жолымен, оның көлемді ұлғайту жолымен энергетикалық қорды тиімді пайдалану. Алтыншы бағыт инфрақұрылым. Ұлттық қауіпсіздік пен саяси тұрақтылықты және көлік коммуникациясын жақсарту. Жетінші бағыт кәсіпқой мемлекетіміздің алдыға қойған істерін
жүзеге асыру үшін лауазымды тұлғаларды қою. Жақсы. Жақсы, рахмет сізге. Бала, бағалау сәтіне келдік. Екінші топ, бірінші топты бағалау береміз. Ол сегізінші әдісі болады. Комментарийларды береміз. Маған бірінші топтан өзінің факторлар қорғағанынады, нақты дәйектермен, сурет картинкалармен ойларын ашып жеткізді. Бірінші топтың өзінің сурет қорғағанынады, нақты айтты және дұрыстап қорғай алды. Видеомен көрсе жақсы болады. Өзінің ойы қойып жаңағы. Осыны білгеніңізді жақсы болады. Жақсы, екінші топ шығармыз. Жылы Қазақстанның 2050 стратегиясы қабылданған болатын. Ол стратегия Қазақстанға бірнеше міндет жоспарлар енгізді. Олардың бірі Қазақстанды дамыту, экономикасын дамыту және білім мен еңбекке сүйене білікті қоғам дамыту. Және олардың басты міндеттері, 7 міндеттері бар. Жаңа вақытты экономикалық саясаты, пайда алу, инвестициялар мен бәсекеге қабілеттілікті қайтарым алу. Екіншісі, кәсіпкерлікті, ұлттық экономиканың жетекші күшін жан-жақты қолдау. Үшіншісі, әлеуметтік саясаттың жаңа принциптерін, әлеуметтік кепілдіктерді қорғау. Төртіншісі, білім және кәсіби машық, заманауи білім беру. Бесіншісі, мемлекеттілікті әрі нығайту және қазақстандық демократияны дамыту. Алтыншысы, дәйекті және болжамды сыртқы саясат, ұлттық мүдделерді ілгерілету. Жетіншісі, қазақстандық патриотизм, біздің көп ұлтты және көп конфессиялық қоғамның табысының негізі. Осы 2050 стратегиясының басты ұстанымы мәңгілік ел 2050. Мәңгілік ел 2050 адамның өз отаны, тілі, салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы болуы деп саналады. Мен еліммен мақтанамын, себебі менің елім ол тәуелсіз Қазақстан. Елімнің тарихы ол менің халқымның өткені мен бүгіні. Және де өз жастар туралы айтып кететін болсам, мен елімнің жастары білімді де парасатты, патриот және толерантты, мықты ұл мен қыз. Менің елім мәңгілік елді қалады. Ол ата-бабаларымыздың ғасырдан келе жатқан арманы болатын. Және де бүгінгі күнде бұл ақиқатқа айналды. Мәңгілік ел сөзінің тарихын ашып айтып кетсем, ол түрік шежіресінде мәңгі деген сөз, ол Тәңір, Алла деген сөздің мағыналас болып келеді. Яғни мәңгілік ел осылайша Алла тағаланың елі, халқы деген мағынаны білдіреді. Біз жастар 1465 жылы қазақ хандығын құрған Керей Қасым Жәнібектің ұрпағымыз. Әр жас өзінің ерке толы тарихымен қызығуы тиіс. Себебі өзінің бойында жігерлік, адамгершілік және де патриоттық сезім болған жастарға біздің аға әпке буындарымыз біздің Қазақстанның желбіреген көк туын үлкен мақтанышпен, үлкен абыроймен табыс етеді. Адам болар бала алысқа қарайды демекші, біздің мақсатымыз айқын, қадамымыз нық. Осымен мұғалім, біздің Қазақстан 2050 стратегиясы жобамыз аяқталды. Рахмет. Осы Қазақстан 2050 стратегиясы маған ұнады. Үшеуданнан жақсы бір ойлар жеткізді. Маған екінші топтың өзінің 2050 стратегиясы пакеттерін қорғағандар өте қатты ұнады. Бәрі түсінікті, әрі жақсы болды. Жақсы. Бамат аға, ортаға салатын бала жоқ па? Жақсы бала. Міне бала. Біз сабағымыздың екі топтағы Қазақстан 2030-2050 даму стратегиясының бағыт-бағдарларын барлығын айтып шықтыңдар. Бұның барлығы не үшін бала бізге мемлекет жолдап отырған? Не үшін осы бағдар бізге қойып отырған? Мемлекетіміздің көркейту үшін, яғни сосын тағы не істеу үшін? Көркейту үшін, яғни іргелеп дамыту үшін негізінде. Жақында сендер білесіңдер, президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің халқымен бірге қандай идея тастады? Жобасын, жаңа Қазақстан жобасын тастады. Ұсынды. Бұл жобаны әрі қарай дамыту негізінде кімдердің қолында бұл дамыту? Жастар сендердің қолдарында. Жастар, яғни сендердің абыройың, сендердің әрі қарай осы білімдерің арқылы, әрі қарай жаңағы нелерің арқылы болар, жаңағы
өздерінің отанға деген сезімдерің арқылы осы біздің Қазақстанды әрі қарай дамыту кімдердің қолында болады? Жастардың қолында